Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен осындай әдемі әрі керемет болып шығатын эклердің рецептімен бөлісемін. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен таза тұрған ыдысымызға өлшеп алған суымызды құямыз және де үй температурасында тұрған сары майымызды саламыз. Және де оның үстінен кішкене ғана тұзымызды салып аламыз. Барлығын, керекті заттардың барлығын описанияда жазып қалдыратын боламын. Дайындап алған массамызды отымызға қоямыз және де оның үстінен електен өткізілген ұнымызды салып, оны да жақсылап араластырамыз. Қатты түйіршік болып қалмауы керек, әдемі болып араласу керек. Заварной кремімізді әдемілеп араластырып алуымыз керек. Жұмыртқаны салам дегенше тестамыз суы керек. Осы суыған тестамыздың үстіне жұмыртқаларымызды жаймен қосып араластырып отырамыз. Тестамыз қатты сұйық болмауы керек, қатты қою да болмауы керек. Орташа қылып жасаймыз. Міне қамырымыз дәл осындай әдемі болу керек және де қоюлығы да осылай болуы керек. Піскен кезде әдемі көтеріліп пісуі үшін. Міне дайын тұрған қамырымызды осындай кондитерлік қапшыққа салып аламын. Үй жағдайында мысалы осындай қапшық болмаса, жай ғана қасықпен салсаңыздар да болады. Онда да әдемі болып шығады. Дайын болған қамырларымызды осындай коврикке салып алдым. Асты жабыспай әдемі пісу үшін. Сіздерде пергаментті қағазды қолдансаңыздар да болады. Осындай коврикті қолдансаңыздар да болады. Осылай әдемі болып пісу үшін осындай коврикті салдым. Және де осындай 180 градуста қызып тұрған пешке салып аламыз. Міне барлық қамырларымызды осылай салып дайындап алып пешке пісіріп аламыз. Енді үстінен шоколадты дайындаймыз. Шоколадты осылай ерітіп аламыз. Шоколадтың тек өзін ғана ерітіп алдым. Ештеңе қосқан жоқпын. Жай ыстық суға салып ерітіп алдым. Енді осы дайын болған суыған эклерлерімізді шоколадты сыртынан әдемілеп жағып, барлығына бір текіс әдемілеп жағып шығамыз. Осындай эклердің ішіне сіздер крем де қолдансаңыздар болады. Заварной крем немесе творожный кремдерді қолдансаңыздар болады. Мен ешқандай крем қолданған жоқпын. Осының өзі өте әдемі, дәмді болып шығады. Барлық шоколадтарды жағып болғаннан кейін міндетті түрде тоңазытқышқа қойып қатырып аламыз. Одан сайын шаймен ішкенде әдемі болып шығады. Міне барлығына шоколадтарымызды жағып алдық. Енді одан әрі әдемі көріну үшін мен посыпка себемін. Сіздер қалауларыңызша сепсеңіздер немесе сеппесеңіздер де болады. Міне біздің әдемі эклерлеріміз дайын болды. Өте дәмді әрі керемет болып шықты. Сіздер де осы рецептке қарап жасап көрсеңіздер болады. Тексерілген рецепт, өзім осы рецепті қолданамын. Және де осы видеом сіздерге ұнаса лайк басып комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Және де YouTube арнама тіркелуді де ұмытпаңыздар.
әлі де бұдан да көп видеолар шығады. Сол себепті YouTube арнамда осындай рецепттермен сіздермен бөлісіп отыратын боламын. Және де осы видеома өз ойларыңызды жаза кетіңіздер. Сіздердің әрбір ойларыңыз мен үшін өте маңызды. Сол үшін қолдап кетіңіздер. Сіздермен болған Жансұлу.